Жалпы бізге мектепке, университетке қабылдау үшін арнайы емтихандар болады. Қазіргі уақытта балаларда бірнеше мүмкіндік бар. Мысалы, олар ағылшынды ұбт-дан тапсырмай, олар IELTS тапсырса, сол IELTS-тің нәтижесі арқылы тиісті балды ала алады. Сол сияқты, мысалы, сатпен тиісті саттың балына байланысты, тиісті оны ұбт-ның балына ауыстыру мәселесі, мысалы, тиімді мәселе. Сол сияқты осындай мүмкіндіктер негізі оны түсінеміз. Бірақ жалпы ұлттық бірыңғай тестілеуді біз алып тастап, университеттердің деңгейіне әр университет өздері шешсін дейтін болсақ, менің ойымша бұл тиімсіз, өйткені бұл жерде ең үлкен проблема бұл сыбайлас жемқорлық проблемасы. Сондықтан бізге бір орталықтандырылған тест, орталықтандырылған бір емтихан керек, бірақ ол қазіргі замандардағы трендтерді түсіне отырып, ол ұлттық бірыңғай тестілеудің өзі болса да ол өзгеру керек. Ол көбінесе басқа өте маңызды дағдыларды анықтауға бағытталу керек. Сондықтан, мысалы, бірнеше жыл бұрын Кембриджбен жаңа жоба басталған болатын, осы ұлттық бірыңғай тестілеуді модернизациялау бойынша. Сондықтан, міне осы тұрғыда егер жұмыс жүретін болса, менің ойымша бұл дұрыс. Ұлттық бірыңғай тестілеу және оның сұрақтары ол өмір өзгергеннен кейін, заман өзгергеннен кейін олар да міндетті түрде өзгеру керек. Сондықтан ол заманның талабы, бірақ оны толығымен алып тастап, біз барлық құзыреттілікті университеттердің өздеріне беретін болсақ, ол бізге ешқандай жақсылық әкелмейді. Ол тиімсіз болады, өйткені ол сыбайлас жемқорлық проблемасы бүгін өкінішке орай әлі бар. Сат жүйесіне бірақ көшуде. Жоқ, SAT жүйесі қазіргі уақытта мысалы ондай проблема жоқ. Ол қалай екі таңдау емес. Мысалы, SAT арқылы оның нәтижелерін біз анықтап, түсініп, оны ұбт-ның ұпайларына ауыстыру мәселесі ол дұрыс мәселе. Әлде IELTS-тің сұрақтарын, соның сертификатын танып, соны біздің қазірдің өзінде ол бар, мысалы, ұбт-да ағылшын тілін тапсырмай-ақ, сол IELTS-тің нәтижесі бойынша, мысалы, 7 алатын болса, онда толық бүкіл 100% балды алуға мүмкіндіктері бар. Оның барлығы бар. Бірақ қазір айтылып жатқан, сіз жаңалық туралы айтатын болсаңыз, олар осы ұлттық бірыңғай тестілеуді біз модификация жасап жаңартайық дейді, оның сұрақтарын жаңартайық дейді. Әрине, бұл өте маңызды, дұрыс шешім.